Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мұхтияров Фаяз Әбдірахымұлы. Мен учаскелік дәрігермін. Бүгін менің қабылдауыма отбасы жоспарлау мәселелері бойынша науқас келіп отыр. Сәлеметсіздер? Менің есімім Мұхтияров Фаяз, мен сіздің учаскелік дәрігеріңізбін. Сіздің аты жөніңіз кім? Менің есімім Әбдірахымқызы Жансая. Жансая. Жасыңыз қаншада? Жасым 32-де. Жақсы. Бүгін сіз маған қандай мәселелер бойынша келіп отырсыз? Мен контрацепция туралы сұрайын деп едім. Жақсы, сондай мәселелер бойынша нақтылауға келіп отырсыз. Ендеше мен мына сұрақтарыма жауап беріңізші. Сіз осы уақытқа дейін неше рет жүкті болдыңыз? Үш рет жүкті болдыңыз. Неше рет босандыңыз? 3 рет. Балаларыңыздың барлығы дені сау ма? Жақсы. Сіз табиғи жолмен босандыңыз ба барлығын? Яғни жыныс жолдарында ешқандай операция жасатпадыңыз. Ешқандай жарақаттар болған жоқ па? Жыныс жолымен берілетін аурулармен ауырмадыңыз ба? Жоқ. Түсінікті. Ендеше Жансая, сіз отбасыңызбен, күйеуіңізбен бірге қанша бала болуды жоспарлап жүрсіздер? 4 бала. 4 бала, яғни қазір бір бала босанғыңыз келеді тағы да, қанша уақыттан кейін босанғыңыз келеді? 2 жылда, 3 жылда. 2-3 жылдан кейін босанғыңыз келіп отыр. Соңғы балаңыздың жасы 1 жаста дедіңіз. Түсінікті. Тағы да сұрап өтейін. Қант диабетімен, тромбофлебитпен, аяқтарыңызда варикоз, ондай ауруларыңыз жоқ па? Бауыр ауруларымен ауырмайсыз ба? Эпилепсия. Түсінікті. Темекі шегесіз бе, Жансая? Темекі шекпейсіз. Жақсы. Ендеше Жансая, сіздің мақсаттарыңыз бойынша мен сізге қазір мына бір жаңа әдісті сіз үшін сондай бір жаңа әдісті ұсынамын. Бұл комбинирленген оральды контрацептивтер деп аталады. Қысқаша біз оны КОК деп атаймыз. КОК. Дословно түсіндіретін болсам, оральды деген ауыз арқылы қабылдайтын, комбинирленген деген құрамында бірнеше зат бар деген сөз. Бұл ішке қабылдайтын болған түсінікті таблеткалар ұсақ. Құрамында синтетикалық гормондар бар. Прогестин және эстроген деп аталады бұл гормондар. Бұл гормондар әйел адамның ағзасында табиғи жағдайда бөлінетін гормондарға өте ұқсас. Дәл солар секілді әсер етеді. Енді бұл қабылдағанда организмде не болады? Қабылдаған кезде аналық жыныс жасуша мен еркектің жыныс жасушасының қосылуын болдырмайды және жатыр мойнынан бөлінетін шырышты қоюландырады. Солайша жүкті болудың алдын алады. Бұл сатып аласыз. Бұл 28 күндік және 21 күндік қорапта сатылады өзі. Егер сіз 28 күндік сатып алатын болсаңыз, онда бастапқы 7 таблеткаңыз сізде құрамында гормондар болмайды. Гормонның орнында темір препараттары, нейтральды заттар бар құрамында. Енді бұл жалпы айтқанда комбинирленген оральды контрацептивтер бұлар қысқа уақыттың ішінде әсер етеді, әрі тиімді әсер ететін сондай әдіс болып табылады, уақытша әсер беретін. Бұны пайдаланған кезде қосымша контрацептив әдістер қажет емес. Енді сізге түсіндіріп өтейін, қалай қолдану керек. Сіз күніне 1 таблеткадан пайдаланасыз. Мүмкіндігінше бір уақытта пайдалануға тырысыңыз, өйткені ол солай тиімді болады. 21 күннен кейін 7 күн перерыв ұстайсыз. Ал егер 28 таблеткалық қорапты алсаңыз, ол кезде үзбей іше бересіз. Ең бірінші таблетканы этикар циклының бірінші күніне ішесіз, солай ары қарай жалғастыра бересіз. Егер сіз осыны қабылдап жүрген кезде бір уақыт ішіп жүріп, ұмытып кетсеңіз, ештеңе етпеді, есіңізге түскен моменттен бастап ары қарай қабылдай бересіз. Ал егер бір күн ішуді ұмытып кетсеңіз, келесі күні екінші таблетка қосып ішіп жүруге болады. Бір күнде 2 таблетка, ол ештеңе етпейді. Дәл солай, егер 2 рет ұмытып кетсеңіз, ары қарай схеманы реттегенше күніне 2 таблеткадан іше бересіз. Ары қарай аяқтап бітіресіз. Ал егер 3 күнде ұмытып кететін болсаңыз, ол кезде әдісті тоқтатасыз да, келесі этикар циклына дейін күтесіз. Сол моменттен бастап басынан бастайсыз. Ол моменттің арасында басқа контрацепция әдісін пайдаланасыз. Енді, егер осы әдісті қолданып жүрген кезде сіздің ішіңіз, кеудеңіз, басыңыз ауырса, аяқтарыңыз ісініп, қызарып кетсе, одан кейін бар денеңізде сарғаю белгілерін байқасаңыз, немесе этикар цикл кешіксе, онда сіз міндетті түрде дәрігерге жүгінесіз. Контрацепция әдісін қайтадан талқылайсыздар. Қандай дұрыс болады, неге қате кетті деген секілді. Ал егер бәрі дұрыс болып тұрса, онда 3 айдан кейін қайтадан өзінің қарауына қайтадан келесіз, бәрін ақылдасып реттейміз. Енді бұл әдістің кемшіліктері бар, кішкене, соны айтып өтейін. Өзіңіз сатып аласыз, кішкене материалдық шығын болуы мүмкін. Одан кейін жыныс жолдары арқылы берілетін аурулардан, житстан қорғамайды. Одан кейін барып күн сайын ішіп отыру керек болады, ұмытпай. Емізулі әйелдерге қолдануға болмайды. Одан кейін бұны қабылдап жүргеннен кейін сізде
жүрек айнып, басыңыз ауруы мүмкін, әрі салмақ қосуыңыз мүмкін. Все-таки бұл гормональный препарат. Сондықтан салмақ қосасыз. Одан кейін барып, бұл рифампицин деген дәрімен, одан кейін барбитуратт тобының препараттарымен өте ұқсас болып келеді составы бойынша. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, маған қойсаңыз болады, қазір талқылайық. Басқа ешқандай сұрақтарым жоқ. Сізге барлығы түсінікті ма? Қайталап бере аласыз ғой сұрасам? Иә. Жақсы, Жансая. Бүгінге осымен бәрі аяқталды деп ойлаймын. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Қабылдамай қайта келсеңіз болады. Сау болыңыз.